Сосын достар, бір асын сызып ескертіп айтып кететін нәрсе, қазіргі уақытта адамның жекесіне өтіп, жеке өміріне араласатын адамдар слишком көбейіп кеткен қазір. Бәрі ақылды, қайта қосылмайсыз ба, қосылайыққа бармайсыз ба, анау мынау деп. Менің қосылайыққа баратын бірден уақытым жоқ. Екіншіден, мен қосылайық бағдарламасына барып, ол жерден кезінде өзімнің жартымды тауып, үйленіп, үй болып, бірақ өкінішке орай енді әрмен қарай біздің отбасылық өміріміз жалғаса алмады. Бұл өмір, тағдыр солай болу керек болды. Сол себепті ол қарым-қатынас бізде тоқтады. Әрмен қарай қайтып барсаңызшы, қосылсаңыздаршы, ортада бала бар, анау мынау деген артық әңгіменің қажеті жоқ. Менің өзімнің жеке өмірім, мен өзім шешем. Не істеу керек, маған не қайырлы, не қайырсыз екенін Алла білуші әрине. Бірақ маған ненің керек, ненің керек емес екенін оны мен білем. Және осы әңгімені енді доғарғандарыңызды қалаймын. Мен бір видео сала қалсам, қайта-қайта сол әңгімені қайталап қосып жаза бересіздер. Ондай әңгіме керек емес, достар. Сол үшін бір-біріміздің шекарамыздан өтпейік. Әр адамның өзінің личный границасы болады. Бір-бірімізді құрметтейік, бір-бірімізді сыйлайық. Сондықтан да құрмет достар, мен сіздерді жақсы көремін. Давайте сол арамыздағы үлкен сыйластықты, махаббатты сақтайықшы, бір-бірімізді ренжітпей ақ қояйық, бір-бірімізді түсіне білейік ағайын. Қайырлы күн достар, жігіттер лестницаны бүгін полный бітірді, периласын варт етіп қойды. Енді соның сыртын қаптау керекпіз. Жаңағы лестницаға арналған бөлменің сыртын қаптаймыз. Ол үшін соған керекті пеноплекс, жаңағы пеналар, соның бәрін алып келдік барып. Оның өзіне аз ақша кеткен жоқ. Сөйтіп соған қалтамда аз ғана ақшам бар еді, сол ақшаға барып алып келдік. Сөйтіп не істеймін деп отырған кезімде, мен өз қалтамда 10 мың теңге қалмай қалса уайымдаймын кәдімгі дейші. Не істеймін деп отырған кезімде бір той келді ғой. Алла негізі өте шебер да. Қараңыздаршы, бір деңгенің орнын бір деңгемен толықтырып тұрады. Енді бұл жасап жүрген біздің кішігірім жақсылықтарымыз деп ойлаймын. Мысалы, мен заправкаға бара қалсам, машинемнің біреу терезесін сүртіп берсе, соның қолын ақша ұстатып жіберемін деген сияқты. Содан кейін кеше ғана бір көлікте отырсам, машинемді жуғызып шықтым да отырсам, бір екі кішкентай бала мен қыз жүгіріп келді. Аға, бүгін квартирамызды төлейтін соңғы күн еді, машинеңіздің дөңгелегін сүртіп берсем бола ма деді. Енді көлікті тазалап болғаннан кейін жоқ, қажет емес деп, бірақ қолдарына ақша ұстатып жібердім, бұл мен сендерге қосқаным болсын деп. Енді қарап тұрсаң, бізде мұқтаж жандар өте көп қой өмірде. Сол сияқты мен сіздерге өткенде айтып жүрген жалғыз басты ана, жаңағы күйеуі қайтыс болған, бала шағасын бағамын деп жұмыс істей алмай, біраз 9,5 миллион теңге қаржы қайып кеткен екен ол кісі. Енді естісең жүрегің ауырады ол кісінің әңгімесін. Сол кісіге көмектесіп жатырмыз. Әр жұма сайын салып берем деп, әр жұма сайын салып тұрам деп уәде бердім. Оқырмандарым сұрап жатыр, сондықтан да төменгі реквизитін қалдырып кетейін. Сол жалғыз басты анаға қолымыздан келгенше көмектесіп жіберейік. Қарызының бәрін өтей алмасақ та, енді хотя бы жартысын болсын құтылуына көмектесек, ол кісі де бір жеңілдеп қалар. Енді бізде мұқтаж жандар көп қой, солардың бәрін осылай бір-бірімізге көмектесіп жолдан шығармасақ, мұқтаж жандар көбейе береді деп ойлаймын. Сондықтан да соның алдын алу үшін достар, жұмала көтерген жүк жеңіл. Енді менде азды көпті оқырманым бар, азды көпті аудиториям бар, жан ашыр оқырмандарым бар, қайырымды жасағанды жақсы көретін. Сондықтан да сіздер де сондай бір жақсы жасағыларыңыз келсе, төмендегі реквизитке ақшаларыңызды салып көмектесіп жіберсеңіздер болады. Енді алушылардан гөрі берушілерден қылсыншы. Мен всегда айтып жүремін, Алла тағаладан сұрап жүремін, я Алла, мені алушылардан емес берушілерден қылшы, мені көмектесе алатындай маған жағдай берші деп сұрап жүремін. Алла тағала сіздерге де сондай жағдай нәсіп етсін, біреуге көмектесе алатын, біреуге көмектесіп жіберетін деген сияқты ғой. Өйткені садақа бүткіл бәле жаланың бетін қайтарады екен. Менің оған 1000 рет көзім жетті. Так что құрметті достар, садақа жасайын десеңіздер, төменде реквизит тұр, көмектесіп жіберіңіздер. Аман болайық, бар болайық, бір-бірімізді қолдап жүрейік, қорғап жүрейік. Алла тағала баршамызға жар болсын ағайын. Алматыда, как всегда, движение, ағаш-жағы. Мына жерде Зеда дейтін магазин бар, Ташкентскийдің бойында. Ташкентский Байзақовтан өткеннен кейін, және осы жерде өзге мебель деген компания бар. Менің Шапағат деген бауырымның ашқан компаниясы, мебельный компания. Міне, эмблемасын қарамайсыздар ма? Бүгін Шапағатқа келдім ағайын. Екі мәселемен. Біріншісі, мебельдің жағдайы не болып жатыр, соны білу үшін. Өйткені құдай қалса бір айдан кейін біз мебель кіргіземіз үйге. Мебельдің жағдайын біліп кетейін деп келдім. Екіншіден, Шапағат бауырым үйленіп үй болып жатыр екен. Сол мәселені талқылау мақсатында енді тойын өзім жүргізіп берейін деп жатырмын. Өйткені бір салада жүргеннен кейін енді ол маған мебельден көмектесіп жатса, мен оның тойына көмектесейін. Өткенде анама кухняны тегін істеп берді ғой. Сол үшін мен де бауырыма жасаған жақсылығым болсын, мен де тойын басқарып беремін деп шештім. Сондай мәселемен бүгін Шапағаттың арнайы офисына келдім. Шапағат күтіп отырмын. Кіріп Шапағатпен сөйлесіп, Алла қаласа жақсы бір дүниелерді ойластырамыз.